Тарихи күн. Түркі кеңесі ұйым атауын алды. Түркі әлемінің 2040 жылға дейінгі стратегиялық құжаты қабылданды. Бүгін Стамбулда қазақ, түрік, Әзербайжан, қырғыз, өзбек, түркмен мен Мажарстан басшылары бас қосты. Бауырлас елдердің бірлестігіне бақылаушы мемлекет болып Түркменстан қосылды. Бұл нені білдіреді? Түркі елдерінің көздегені не? Стамбулдан Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Стамбул бұл шаһарда мешіттер қаласы десе артық айтқандық емес. Түркияда 90 мыңға жуық мешіт болса, соның 3,5 мыңдайы осында орналасқан. 15 миллионнан аса тұрғыны бар Стамбул тек тарихи, рухани шаһар емес, ең ірі транзиттік әрі экономикалық орталық. Жұмада түркі дүниесінің назары Стамбулға ауды. Көне шаһарға қазақ, түрік, Әзербайжан, қырғыз, өзбек, түркмен және мажар басшылар жиналды. Тараптар саммиттің алдында Стамбулда түркі кеңесі хатшылығының жаңа кеңсесін ашты. Атап өтейік, бұл қалада кеңестің штаб пәтері орналасқан. Осыдан соң тамырлас елдердің басшылары Стамбулдың оңтүстік шығысындағы демократия және бостандық аралына бет алды. Саммит осы мекенде өтті. Алқалы жиын басында кеңестің құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев сөз алды. Елбасы бейне байланыс арқылы үндеу жасады. 2 жыл бұрын менің Бакудағы көтерген 2 ұсынысымды қолдағандарыңыз үшін мемлекет басшыларына алғыс айтқым келіп отыр. Біріншіден, Түркі әлемінің келешегі 2040 стратегиялық құжаты әзірленді және қабылданады. Бұл концептуалдық бағдарлама ұйымның ұзақ мерзімді перспективаға арналған мақсаттарын белгілеп көрсетеді. Екіншіден, бүгіннен бастап біздің бірлестік түркі мемлекеттерінің ұйымы деп аталады. Бұл қадам елдеріміз арасындағы ықпалдастықты ілгерілету үшін жаңа деңгейге көтеріп ұйымның мәртебелі миссиясын жүзеге асыруға тың серпін береді деп сенеміз. Осылайша Стамбулда қабылданатын шешімдер бауырлас мемлекеттердің көп қырлы ынтымақтастығын жандандыруға елеулі ықпал етуге тиіс. Атап өтейік, түркі кеңесі 2009 жылы елбасының ұсынысымен құрылған. Халықаралық ірі құрылымға Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан толыққанды мүше, ал Мажарстан бақылаушы мемлекет, бақылаушы ел болып, бауырлардың бірлестігіне бүгін Түркменстан қосылды.